Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге Эдвард Руки ножницы деп аталатын өте керемет фильм туралы айтып беремін. Қыстың қараңғы бір түнінде кішкентай қыз өзінің әжесінен ертегі айтып беруін сұрайды. Ертегі таудың төбесінде өмір сүретін бір құрастырушы туралы басталады. Ол бір күні темірден адам жасап шығарады. Бірақ кәрі болғандықтан жұмысын аяқтай алмай қайтыс болып кетеді. Оқиға желісі түрлі түсті үйлері болған америкалық бір кішкентай қалашыққа ауысады. Біз өзінің көршісіне Эвен косметикасын сатуға тырысып жатқан Пек Бокс атты әйелмен танысамыз. Бірақ оның көрші ештеңе сатып алмайды. Оның келесі клиенті өзінің үйіне келген сантехникке қырындап жатқан Джойс есімді әйел. Джойс Пекті көре сала оның бетіне есікті жаба салады. Бүгін саудашы жүрмеген ол таудың төбесінде тұрған қорқынышты үйге барып өз бағын сынап көрмек болады. Қорқынышты үйдің қақпасынан кіргендегі көрініс оны қатты таңғалдырады. Ол жерде шөптен әдемі жануарлардың мүсіндері жасалған еді. Үйдің терезесінен біреудің қарағанын байқаған ол бірден өз жұмысына кіріседі. Ол үйдің ішіне кіреді. Үйдің іші ол ойлағаннан да өте қатты қорқынышты еді. Ол қорыққанымен өз алған бетінен қайтпай үйдің төбесіне шығады. Үйдің төбесінде ол біртүрлі адамды кездестіреді. Оның қолының орнына пышақтар орналасқан, шаштары шашылып кеткен, бетінің барлығы жара-жара. Бұл жігіттің есімі Эдвард. Ол әкесі қайтыс болғаннан бері осы үйде жалғыз өзі өмір сүреді. Жаны ашып кеткен әйел оның жараларын таңып, оны өзімен бірге алып кетуге шешім қабылдайды. Жігітке қолдарын басқару қиынға соғатын еді. Біртүрлі адамды көрген көршілері таң қалады және жаңалық барлық ауданға тез тарайды. Әйел қонағын үйге алып келіп, суретте тұрған өзінің отбасымен таныстырады. Жігітке барлығынан бұрын әйелдің үлкен қызы Ким қатты ұнап қалады. Пек жігітті киімін ауыстыру үшін қызы Кимнің бөлмесіне жібереді. Жігіт өзінің бейнесін айнадан көріп қатты таң қалады. Ол абайсыздан тағы да бетін жарақаттайды. Содан кейін Кимнің су толтырылған төсегін тесіп қояды. Ол тесікті ойыншықтармен жауып қояды. Қиын болса да ол киімдерін киеді. Көрші әйелдердің барлығы біртүрлі жігітті көру үшін Пейктің үйінің алдына жиналады. Олардың қызығушылығының жоғары болғаны соншалықты барлығы кеш батқан соң ғана үйлеріне тарайды. Отбасылық кешкі астың уақыты да келіп жетеді. Эдвард қасықты алуға тырысып жатады. Кішкентай Кевин мен әкесі жігіттен көз алар емес. Ақыр соңында жігіт тамақтанудың жолын табады. Пейк жігіттің жарасын косметикамен жаппақшы болады, бірақ әйелдің қолынан косметолог болу келмейді. Эдвард аулада талдарды қиюға қиналып тұрған Биллді көріп қалады. Эдвард жұмысты өз қолына алады. Беріліп кеткен ол бірнеше минуттың ішінде талдардан әдемі динозаврдың мүсінін шығарады. Келесі талмен ол отбасы мүшелерінің мүсіндерін жасайды. Қызығушылықтары өте жоғары ханымдар үйдің есігін қағып, шашлик үстінде жаңа үй мүшесімен таныстық өткізуге ұсыныс жасайды. Ас бөлмеде Эдвард капусталарды әдемілеп турап береді. Осыдан кейін ол тағы да бетін жарақаттап алады. Шашлик уақыты келеді. Көршілердің барлығы аулада жиналады. Эдвард өз қабілеттерін көрсетуде. Барлық ханымдар оны тамақтандырғысы келіп очередке тұрып алады. Кеш батады. Төсекте жатқан Эдвард өз әкесін есіне алады. Әкесі оған үнемі адамдардың әртүрлі жағдайда эмоцияларын қалай көрсететінін үйрететін еді. Осы уақыт аралығында отбасының үлкен қызы Кимнің каникулы аяқталып үйіне оралады. Қыз бөлмесіне кіріп айнаға қарап безеуін сықпақ болып жатқанда төсегінде жатқан қорқынышты адамды көріп қорқып кетеді. Қыз айғайлап жібереді. Бейшара Эдвард қыздан да қатты қорқып кетеді. Оны төменде бары бар бөлмеге орналастырады. Бір стакан винодан кейін ол нокаутқа кетеді. Қызбен танысу үшін бұл әрине ең ыңғайсыз уақыт еді. Кевин Эдвардты өзінің мектебіне алып келеді. Ол оның сыныптастарына керемет шоу көрсетеді. Енді барлық аудан Эдвардтың арқасында өте керемет мүсіндермен безендірілген еді. Бүгін бокс отбасымен бірге Кимнің жігіті Джим және құрбысы тамақтануда. Қопал Эдвард Кимға ет ұсынамын деп қыздың үстіне етті түсіріп алады. Келесі көршінің ауласын жасап жатқанда Эдвардтың көзі оның итіне түсіп кетеді. Иесіне итінің жаңа прическасы қатты ұнайды. Осыдан кейін аула Эдвардқа өздерінің итін алып келген әйелдермен толады. Жүндер жан-жаққа ұшуда. Келесі итте дайын болады. Осы уақытта Джойс жігіттен өзінің шашында прическа жасап беруін сұрайды. Бірнеше минуттың ішінде ол әйелдердің шаштарын ерекше қылып жасап береді. Барлығы өте риза еді. Пек Эдвардты қалаға алып келеді. Ол жерде ол Кимді жігітімен бірге көріп қатты мұңайып кетеді. Үйдің алдында ол есікті аша алмай жатқан Ким мен жігітін тағы да кездестіреді. Ол өзінің қолын пайдаланып есікті әп-сәтте ашып береді. Эдвард пен Пекті жергілікті телевидениеға шақырады. Барлығы оларға сұрақ қойып жатады. Жақсы көретін қызың бар ма деген сұрақ жігітті қатты ұялтады. Ұялған жігіт абайсызда микрофонның тоғын кесіп жібереді. Оны қатты тоғырады. Мұны телевидение
теледидардан көріп отқан Джим күліп мазақ қылады. Джойс Эдвардқа онымен бірге ашқысы келетін шаштараздың орнын көрсетеді. Бір кезде әйел жігітке тиісе бастайды. Ол онымен бірге болуға тырысады. Жігіт қашып үлгереді, ал кешкі ас үстінде ол болған оқиғаны үйдегілерге айтып береді. Банкте шаштараз ашу үшін Эдвардқа кредит беруден бас тартады. Джимми өзіне фургон сатып алу үшін ата-анасын тонамақ болады. Оған Эдвардтың көмегі керек еді. Ол Кимнан Эдвардты көндіруін сұрайды, өйткені Эдвард Ким үшін барлығын жасайтын еді. Олар алдап Эдвардты алып келеді. Эдвард кімнің үйіне келгенін білмейтін еді. Бір кезде үйге кіргенде сигнализация ойнап кетеді және Эдвард болған бөлменің есігі құлыпталып қалады. Жігіт тұзаққа түсіп қалады, ал оның сыбайластары оны тастап қашып кетеді. Эдвард полиция қызметкерлерінің алдына қолын көтеріп шығады. Олардың қаруыңды таста деген өтінішін ол орындай алмайтын еді. Полиция қызметкері оған оқ атпақ болып жатқанда көршілері келіп оны ескертіп үлгереді. Эдвардты бөлімшеге алып кетеді. Пек Эдвардты шаштараз ашу үшін ақша ұрлауға тырысты деп ойлайды. Жігіт қасында болғандардың ешқайсысын айтпайды. Психолог полиция қызметкерлеріне жігіт көп уақыт адамдардан бөлек жалғыз өзі өмір сүргендіктен жақсы мен жаманды айыра алмайтынын айтады. Көршілер болған жағдайды өсек қыла бастайды, ал үйдің алдында оны бір топ журналистер күтіп тұрған еді. Қыз жігіттен кешірім сұрайды. Сөйтсе Эдвард кімнің үйіне ұрлыққа түсіп жатқанын білген екен. Ол тек қана қыз өзінен өтініш жасаған үшін осындай ауыр қылмысқа дейін баруға дайын болыпты. Қыз жігіті Джиммен ұрсып қалады. Джимді көрген Эдвард қатты ашуға беріліп, үйдің стеналарын жыртып тастайды. Биллдің Эдвардтан көңілі қалады. Ол жігітке ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін үйреткісі келеді. Әр жылы Пек өзінің үйінде Рождество кешін ұйымдастырады. Осы жолы барлық көрші әйелдер оның үйіне келуден бас тартады. Оның үстіне Джойс Эдвард оны зорлауға тырысты деп өтірік өсек тарқатады. Ким өз кінәсін сезініп қатты мұңайған Эдвардты көріп жаны ашиды. Барлығы жаңа жылға дайындалып жатқан еді, бірақ Кимге нағыз жаңа жылдық көңіл күйді Эдвард сыйлайды. Ол аулада мұздан қыздың мүсінін жасайды. Осы арқылы ол қар жаудырады. Бірақ сатыдан түсіп келе жатқанда ол абайсызда қызды жарақаттап алады. Мұны көрген Джим оны қатты айыптап үйден қуып шығады. Эдвард 200-ті өтірікші адамдардан қатты шаршайды және ашуға мініп ол көшедегі машиналардың дөңгелектерін жара бастайды. Ашуланған көршілер полиция қызметкерлерін шақырады. Пек қолдары пышақтан болған біртүрлі жігітті үйге алып келу жақсы ой болмағанын түсінеді. Олар күйеуі мен Эдвардты іздеуге жол тартады. Қай жерге барарын білмеген Эдвард үйге қайтып келеді. Үйде Ким жалғыз өзі еді. Қыз одан өзін құшақтауын сұрайды, бірақ жігіт бас тартады. Ол қызды тағы да жарақаттап алудан қорқатын еді. Бір кезде қыз оны өзі құшақтайды. Бізге өткен шақты көрсетеді. Эдвардтың құрастырушысы оған жаңа жылға сыйлық ретінде қолдар сыйламақшы болады. Бір кезде аяқ астынан шалдың жүрегі тоқтап қалып қайтыс болады. Осылайша Эдвардтың қолы сол күйінде қалып кетеді. Ішімдікке тойып алған Джим өзінің досына Кимнің үйіне алып баруын айтады. Осы сәтте көршінің үйінен қайтып келе жатқан Кевинді машина соғып кете жаздайды. Эдвард соңғы сәтте Кевинді құтқарып үлгереді, бірақ ол абайсызда Кевиннің бетін жарақаттап алады. Баланың айқайын естіген көршілер жүгіріп келеді. Олар Эдвардты Кевинға шабуыл жасады деп ойлап оны айыптайды. Өзін қорғау барысында ол Джимді да жарақаттап алады. Бір кезде полиция машиналарының дауысы шығады. Қыз Эдвардтан тез арада қашып кетуін сұрайды. Жігітке жаны ашыған полиция қызметкері аспанға оқ атып барлығы аяқталды деп айтады, бірақ оған сенбеген көршілері өздері тексермек болады. Бірақ олардың алдын Ким орап кетеді. Ол жігітті үйдің төбесінде табады. Бұл жерге қолына тапанша ұстаған Джим да келеді. Ол Эдвардты өлтірмек болады. Ол Эдвардты ұрып жатқанда Ким араға кіреді. Ол қызды итеріп жібереді. Мұны көрген Эдвард ашуға беріліп, оның ішіне қолын тығып, бірнеше секунд ішінде оны арғы дүниеге аттандырады. Эдвард Киммен қоштасады. Қыз оған өз сезімін білдіріп жақсы көретінін айтады. Осыдан кейін ол қосымша қолды алып шығып адамдарға көрсетіп Эдвардтың өлгеніне сендіреді. Қартайған Ким өзінің немересіне осыдан кейін қайтып Эдвардты көрмегенін айтады, бірақ ол оның тірі екеніне сенетін еді. Өйткені оған дейін қар болмаған еді. Егер ол өлген болса, қардың да тоқтауы керек болатын. Осылайша Ким ертегісін аяқтап фильм соңына жетеді. Достар, фильм ұнаған болса, әдеттегідей оны төмендегі комментарийда 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Және де осындай қызықты видеоларды жиі-жиі көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Ал бізде бүгінге осымен тәмам. Келесі қызықты видеоларда кездескенше сау болыңыздар.